Орал қаласында дін өкілдері клубының отырысы өтті. Кездесу әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезінің шеңберінде ұйымдастырылды. Біздің өңірде 9 конфессияның өкілдері мекен етеді. Олардың арасында өзара түсіністік сезім орнаған. Бұл түрлі конфессиялардағы көзқарас қайшылығын емес, қоғамды біріктіретін ортақ ұстанымды іздеудің нәтижесінде мүмкін болып отыр. Бұл еліміз ұстанған салиқалы саясат. Осылайша Қазақстан өз ішінде ғана емес, халықаралық деңгейдегі дінаралық диалог орнатуға елеулі үлес қосып отыр. Осы орайда биыл елімізде әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының 7-ші съезі өткелі отыр. Аталған форумда пандемиядан кейінгі кезеңде адамзаттың әлеуметтік рухани дамуында әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің рөлі кеңінен талқыланбақ. Бүгінгі шараның мақсаты осы Батыс Қазақстан облысындағы барлық діни конфессиялар, бірлестіктер, солардың өкілдерімен бірге әртүрлі пікірлерін тыңдап, осы келе жатқан съездің маңыздылығы, болатын міндеттері туралы айтып, пікір алмасу болып табылады. Негізгі 7-ші съезд 14-15 қыркүйекте болады. Біздер үлкен белгілі діни лидерлерді күтіп отырмыз. Арасында Рим папасы Франциск, Кирилл патриарх және мұсылман әлемінен Аттайып Әлиасқардың бас имамын күтіп отырмыз.